Ассалаумағалейкум, ардақты көрермендер. Бүгін Оразбек Сапархан YouTube арнасында келесі кезекті сұхбат бағдарламамызды бастаймыз. Біздің бүгінгі спикеріміз тілші ғалым, Елдес Омаровтың Ахмет Байтұрсыновтың тілдік мұраларын зерттеуші, Ахмет Байтұрсынов атындағы музейдің ғылыми қызметкері Әділет Ахметұлы. Қош келіпсіз, Әдеке. Біздің осындай бір салиқалы әңгіме өрбітуге келіскеніңіз үшін өзіңізге рахмет айта отырып, күні кешегені мен әлеуметтік желіден көріп қалдым. Өзіңізді Алматы қалалық музейлер бірлестігі жағынан үздік музей насихатшысы, яғни әлеуметтік желідегі музей қызметін насихаттауға сіңірген еңбегіңіз үшін азды көпті марапат алып жатыр екенсіз. Соны құттықтаудан бастасақ, құтты болсын. Енді әлеуметтік желі дегеннен шығады ғой, Әдеке. Осы әлеуметтік желінің мүмкіндіктері, өзіңіз істеп жатқан жұмыс және өзіңіз зерттеп жүрген тақырыпқа осы әлеуметтік желінің қандай бір мән маңызы болды? Осыдан бастайықшы әңгімемізді. Көп рахмет. Енді жаңағы марапат деген кезде мынау өзі желтоқсан айы жылдың қорытындысы ғой. Марапат жауатын ай. Енді негізінде бұл жалпы Алаш рухының көтерілетін ай еді негізінде. Өйткені Алаш орданы құрылған кезеңде және осы желтоқсан айында болды. Алаштың арысы үлкен қайраткер, ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов 8 желтоқсанда атылды. Осы сияқты желтоқсанда үлкен оқиғалар болған. 16 желтоқсанда жаңағындай қазақтың жастарының 86 жылы көтерілісі, мысалы мынау қазақтың қара түйені қал кетіп бара жатқандағы соңғы бұлқыныс, ұлы бұлқыныс сол желтоқсан. Қалай айтсақ та желтоқсан Алаштың рухыменен, қазақтың рухыменен байланысты. Енді осындай айда марапат жауып жатқанның өзі де енді бір жағынан көкейге қонады, қонбайтын тұстары да бар. Негізінде ондай бір марапаттарды басқа айдарда алып өткізіп жіберсек те дұрыс па екен деген ой болады. Енді мен өзімнің жаңа кішкентай марапатымды айтайын. Ол енді марапат дегенде ол бір жаңағыдай мемлекеттік деңгейде ресми тіркелген, және дарын мемлекеттік сыйлығының, шабыт фестивалынан деген сияқты, әлде Алаш әдеби халықаралық әдеби сыйлығының деген сияқты мемлекет тіркелген дүние емес. Анау жаңа жылдың алдындағы жылдық қорытынды кезеңінде осындай музейдің негізгі жұмысы бұл мәдени саласына қарайды. Бұл насихаттау барысында ақпарат, баспасөз, ресми телеарналар бар, және өздеріңіз ашып отырған осындай YouTube арналары бар. Осы секілді және мына Facebook әлеуметтік желісі болсын, сол секілді ресми парақшаларда жарияланған жалпы шығармалардың дені кімде, көбін кім ұстады дегенге бағалап, бағамдап, жыл бойы жазылған жазбалардың ішінен менікін енді насихаттауда. Алаш мұрасын насихаттауда, Ахмет мұрасын насихаттауда, Ахметтің музейін насихаттауда, жалпы осы Алматы қаласындағы музейлерді насихаттауда бір кісілік үлесіңізді қосып жүрсіз ғой, Әділет, деп маған бір жаңағыдай жылдың әлеуметтік желідегі үздік майталманы деп бір не ұсынған. Ол рахмет басшыларға. Енді бұл жерден бұл жаңағы сыйлықтың маңызын айтпас бұрын әлеуметтік желінің жаңа сіз сұрап отырған осы бір дүниенің маңызына келетін болсақ, мына заманың түлкі болса тазы болып шал деген сөз бар қазақта. Ахметтер айтады, газет, журнал қазақтың көзі, құлағы дейді, әм тілі дейді. Бұл газет өткен ғасырдың басындағы ең үлкен бүгінгі таңдағы әлеуметтік желінің рөлін атқарды. Одан кейін телеарналар шықты, радиолар шықты, өстіп біртіндеп жаңағыдай газет журналдың құны әлі де жойыла қойған жоқ. Бірақ кейінгіле әлеуметтік желі, яғни ғаламтор желісіне біз еріксіз түрде, ырықсыз түрде қала не, сен қалама, заманның дамыған талабы соған алып келді. Енді бүгінгі таңда біздің ұлттық болмысымызды сақтап қалуменен мынау жаһанданудың қазанына түсіп кетудің талас тартыс жүріп жатқан кезеңде тағы да біз осы әлеуметтік желіге сүйенеміз. Яғни ғылым мен технологияның ең ұлы жаңалықтарынан, ең ұлы жетістіктерінен пайдалана отырып, арғы ішкі өзіміздің ұлттық ең ұлы жаңағыдай немізді, өзегімізді, ең ұлы бабалардан бері айналған қазығымызды тағы да осы жалт-жұлт еткен жалғанда әлеуметтік желіге қарап отырған ағайынға, өзімізден кейінгі жастарға тағы да осы арқылы жеткіземіз. Сондықтан біз қалайық мейлі қаламайық, әлеуметтік желі бүгінгі таңда үлкен бір құралға айналды. Үлкен құрал, одан еш уақытта бөліне алмаймыз. Сондықтан өзіміз қаузап жүрген тақырып болсын, сіз жазып жүрген дүниелер бар, зерделеп жүрген атақты абайдан ұғымы болсын, басқа да жаңағыдай бабаларымыздан жеткен жәдігер мұраларды зерделеу және оны жұртқа насихаттауда осы құралға еріксіз түрде сүйенеміз және осы салада еңбек ете беруіміз керек. Мысалы, сіздердің бүгін бізді осындай бір сұхбатқа шақырып отыруыңызда тағы да осы әлеуметтік желінің мүмкіндігіне жаңағыдай
берілгендіктен деп ойлаймыз. Сондықтан іске асады. Әрине. Бұл енді қазіргі таңда әлеуметтік желіде бізде жеңіл-желпі дүниелер көбейіп кеткен заманда осындай ұлттың жоқшысын, ұлттың жоғын түгендейтін тақырыптарды қаузап жүретін санаулы адамдар бар. Әрине бұның үлес салмағы бұдан да көбейе түссе екен деп тілейміз. Ал енді біздің осы тақырыпқа оралайықшы. Сіз осы көп жылдан бері осы Алматы қаласына келгеннен бері Алаштың тілдік мұралары деп өзіміз ат қойып жүрген тілдік құбылыс дейміз ба, яғни тілдік реформалардың сатысы дейміз ба, немесе тіл тарихындағы бір кезең дейміз ба, осы жөнінде көптеп қалам тербеп, көне жәдігерлерді тірілтіп, немесе ғылыми айналымға түспей қалған дүниелерді ғылыми айналымға әкеліп жатқаныңызды біз өзіңіздің тағы да әлеуметтік желідегі жазбаларыңыздан көріп, біліп, оқып, танысып, көзайым болып отырамыз. Енді осы жерде заңды тұрақ туындайды ғой. Мына ресми бөлігін мына бір үлкен тақырыптан бастайықшы. Бүгінде біздің қоғамда тіл мәселесі десе, бұл енді белгілі қазақ тілінің мәселесі. Осы қазақ тілі ғылым тіліне айнала алмайды деген пікірлер жиі айтылады. Тіпті бұл қарапайым халықтың аузынан шығып жатса бір сәрі. Ғылыми ортадағы адамдардың аузынан осындай пікірлерді естіп жатамыз. Сіз енді Алаштың тілдік мұрасын зерттедіңіз, тілші ғалымсыз. Бұл мәселеге Алаштан қандай жауап таптыңыз? Немесе өзіңіз зерттелмен ретінде не айтасыз? Жалпы ешбір халықтың тілін ғылым тіліне жарайды және жарамайды деп кемсітуге мүлде болмайды. Мысалы, ол енді ешкім оны бір тұрақтандырмаған дүние. Мысалы, мен сізге айтайын, 1000 ғана адам қолданып отырған тілдер бар. Иә? Енді ертеңгі күні аяқ астынан солардың бір бағы жанып тектен, аяқ астынан бір бағы жанып, тәлей оңынан туып, жұлдыз оңынан туып, сол 1000 ғана адам қолданатын тіл тәуелсіздік алып кететін болса, олар қарап жатпайды мысалы. Олар қарап жатпайды, өзінің тілін алдымен жаңа тайпалық тілден ұлттық тілден мемлекеттік тілге, кейін келіп халықаралық қатынастарға дамытуға қарай тырысады мысалы. Сондықтан енді бізді қазір ондай сөзді айтқызып отырған енді тарихи себептер болуы мүмкін. Бір ғасырға жуық жаңағыдай басқа халықтың әңгір таяғы тиді бізге, басқа халықтың жаңағыдай ұзын арқан кең тұсау бізге өмір бере қойған жоқ. Қай елде де солай мысалы. Сондықтан содан келген қасіреттің салдары болуы мүмкін. Тақсіреттің салдары осы. Және екіншіден мына жаһандану құбылысы деген дүние бар. Жаһандану бір қазанның ішінде қайнап бара жатыр да, ағылшын тілі бастаған 7 тіл әлемнің ең үздік тілдеріне айналды. Қолданушылардың көп болғандығы себепті. Сондықтан бұл енді бір жаһандану деген процесс, үдеріс. Бұл енді біз бұған дайынбыз ба, дайын емес пе? Бұл бір ер болсаң сыналатын кезеңге келдік. Ұлт болсақ, сыналатын кезеңге келдік. Яғни бұны тәуелсіздік болған елдің өзі де сақтап қала алмайтындай деңгейге келдік. Сол тұрғыдан айтылған болуы мүмкін. Түсіндіңіз ғой? Екі тұрғыдан, иә. Бірінші және тарихи салдардан, екінші бірі және көз алдымыздағы осы бір қорқынышты күннен күнге тездеп бара жатқан жаһандану процесінің көзге көрініп тұрған нәтижелерінен осы бір болжам шыққан болуы мүмкін. Бірақ қазақ тілі анау-мынау деңгейде және күні батып бара жатқан тіл емес. Күні батып бара жатқан тіл емес. Күннен күнге өркендеп, Құдайға шүкір, әсіресе мынау тәуелсіздіктен бері қарай және елге ел қосылса құт дейді, арғы бергі беттегі қазақтар айналайын алашым деп көк тудың астына жиналғаннан бері қарай тіліміздің құны қайтадан артып келе жатыр. Бірақ бір нәрсені мойындайық біз. Бұл Абайдың тұсындағы, Ахметтің тұсындағы, анау жаңағыдай тебің тері шірімей, терлігі майда ерімей, аламалда ас болмай, қу толағай жастанбай, ерлердің іс бітерме деп төгілтіп тұрған Махамбеттердің, Бұхарлардың, Шалкейіздердің тұсындағы ғажайып тіл деңгейінен құлдырағанымыз шын. Өйткені біздің өміріміз, шаруашылығымыз, дәстүр, сол салтымыз бірақ өзгергеннен кейін тілге басқа элементтер көп кірді. Біз өзі жаңағыдай көне түріктен бері қарай айтатын болсақ, өзі небір замандарды кешіріп қой мысалы. Сондықтан бір ғана нәрсе айтайық. Қазақ тілі мемлекеттік тілде, тіптен халықаралық тілде бола алады және бола алған. Әуел осыған дейінгіні айтайықшы. Бізге осы қызық болып тұр ғой, иә? Қараңыз. Жақсы, енді осы болған, бола алған мәселесін сіз енді сұхбат барысында тағы дәлелдермен айта жатарсыз, өзіңіздің аргументтеріңізбен. Енді бір нәрсе қосқым келеді, жаңа жаһандық үрдістің себебі деген. Осы біз жаһандану десек, өзімізге, бізге келе жатқан аждаһадай ойлаймыз. Бірақ жаһанданудың кейбір мүмкіндіктері де тіпті біздің тілдік құбылыстардың өзіне басқаша жол ашатын сияқты. Оны айтып отырған себебім, мынау Корей халқын білесіз, киноларымен, поп жанрларымен
әлемде жұмсақ күші жағынан өте қарқынды дамыған мемлекет. Сол қайбір жылдары Оксфорд сөздігіне ағылшын тіліндегі 37 терминді енгізген бір жылда. Бұл енді корей тілінің үлкен жетістігі емес немене. Және бұл жаһанданудың пайдалы тұстары екені көрініп тұрған. Енді осы тұрғыдан да біз мүмкін тілдік құбылыстарымызды немесе өзіміздің кейбір әдеттерімізді мүмкін қайта қарайтын шығармыз деген ой туады. Жарайды, енді ол басқа бір тақырыптың жүгі болар. Енді назарымызды өзімізге қайта бұрайық. Осы бізде Алаштың тілдік мұралары деген нәрсе айтылған кезде, ол кісілердің тарихи тәжірибесі үшін айтамыз ғой біз. Яғни біз өзіміздің жақсымызға қарап үлгі алмасақ, басқа бізге біреу әкеп бір нәрсені дайындап бермейді. Әсіресе тілімізге қатысты дүниеде тіптен сондай. Міне осы тұрғыда Алаштың тілдік реформаларында ерекше айтып өтетін бір қасиеттер бар ма? Енді бәрі де бірізді сұрақ, шын мәнінде бірін-бірі айтпай, бірін-бірі толықтамай кетуі мүмкін емес. Бұл жердегі қазіргі мына жаһандану процесінде соның тасқынына бірден кетіп қалмай отырған ұлттар бар. Мысалы, қарайтын болсақ, ұлттық мемлекеттердің ішінде Қытайды айтуға болады, орысты айтуға болады, және сіз айтқан кәрісті айтуға болады, арабты айтуға болады. Осы жер достардағы бір ұқсастық не мысалы? Ұқсастық олардың тілінде және жазуында, ең бастысы жазуында. Бұл жазу деген нәрсе қалқан. Көрдіңіз бе? Кәрістер ағылшын тілін білмейді деген әңгіме емес мысалы. Бірақ олардың ана ерғиыр жазуы өздерін бірден мынау жаңағыдай ағылшын тілінің аудиториясына бірден кіргізбей тұрған қалқан. Қытайларда да солай. Қытайларда да ана 60 000 иероглифі олардың қалқаны. Ол Қытайдың тілін үйренуді де қиындатады, және Қытайларда да көз алдына анау иероглифпен бөгенай бөлек иероглиф көз алдына келіп өскен бала әрине соған сүйіспеншілік орнап өседі. Енді осындай тарих, осындай тәжірибе біздің елде де болды. Біз көне түрік кезінде, Күлтегін ескерткіштерінде, Білгі Қағаның бітік тастарына қарайтын болсақ, ана жазудың енді бөгенай бөлек, руна жазулар. Орхон Енсей ескерткіштері болсын, мынау кейінгі Мойыншор құлып тастары болсын. Ол небе деген сөз дегенде, мысалы, қараңыз сіз. Ру тайпалық кезеңдерді қарасақ, күні кешеге дейін, мысалы, сізде жаңағыдай Қысқыстау жаз жайлауда 4 түлік мал бағып жүрген ауылдың баласыз ғой, мысалы. Малымыздың ең таңбасы бөлек болатын, не? Малымыздың, біздің ауылдың, біздің үйдің, біздің әулеттің ең таңбасы менен келер ауылды ұқсамайтын. Бұл жерден бізді кересі ауылдан, яғни көрші ауылдан немесе құданың ауылының малынан ажыратып тұрған не ең таңба болады. Ал осы ең таңба деген шын мәнінде жазудың ата бабасы соған барады. Рулардың таңбасы болсын, жергілікті таңбалар болсын, әулеттердің таңбасы болсын, малға қойылған. Енді осының барлығынан біздің ұлттық жазу, яғни ұлттық таңбамыз, ұлттық бөгенайымыз келеді. Біздің ұлттық бөгенайымыз кезінде көне түрік жазуы болды. Кейін араб жазуынан мұсылмандықты қабылдағаннан кейін 1000 жыл бойы соны қолдандық. Ал осы жазуды одан ары зерделеп барып ең соңында ғажайып ұлттық жазуды жаратқан төте жазу деген жазу жариялаған 1912 жылы Ахмет Байтұрсынов болды ұлттың ұлы ұстазы. 1912 жылдан 1930 жылы осы жазуды жалпы кеңес одағына қараған елдерден тарихтың сахнасынан өшіріп тастаған 17 жылдың ішінде осы төте жазудың өркендеуіменен, өркен жаюыменен ұлттық жазу деңгейіне көтерілуінің өзі бір ғажайып құбылыс. Енді сіз айтып отырсыз, өткен ғасырдағы алаш арыстарынан болсын, біз алашты көп қаузаймыз ғой. Осы және жаһанданудың процесіне қарсы бір үдеріс бар ма, тәжірибесі бар ма деді. Тәжірибесі бар, төте жазу ол. Төте жазу. Яғни жаһандану 2022 жылы басталып кеткен жоқ қой. Жаһандану деген адамзат болғалы болып келе жатқан дүние негізі. Тайпа мен тайпа қосылғаны, бір кезде түріктердің бүкіл дүниені жаңағындай қамшының астында ойнатқаны бар ғой, мысалы. Бүкіл дүниеге әмір жүргізді. Күлтегін айтады, шығыста Шантың жазығына дейін жауладым, теңізге сәл жетпедім, батыста Темір Қапыққа дейін жауладым дейді. Темір Қапық бүгінгі Ауғанның жері деп айтады, Ауғанстанның. Теңізге сәл жетпедім дейді. Інім Күлтегін өлді, көрер көзім көрместей болды, білер білгім білместей болды. Күн түні жыладым, қараспан төніп. Сол кезде Күлтегінді жоқтап, үрімнен сықшылар келді дейді. Жаңағындай Табғаштан бәдішшілер келді, Тибеттен сықшылар келді дейді. Сықшы деген жылап сықтау деген сөзіміз бар ғой біздің. Сондағы сық. Сығындап көзіңді жылайсың. Жылап сықтаушылар келді дейді. Сонда Күлтегін өліп қалыпты деп, анау Римнен жоқтаушылар келген. Яғни сенің әмірің Римге дейін жүріп тұр деген сөз. Көрдіңіз бе?
Бұл жаһанданудың, яғни түріктендірудің процесі еді. Кейін дүние алма кезек алмасты, сол түрік қағанатының ішіндегі бір тайпа, жаңағыдай бүгінгі таңда моңғол атанып жүрген, жаңағыдай Шыңғыс ханның империясы, ол бүкіл дүниені сол жаңағыдай ол кісі жаулады. Яғни біздің 7-ші ғасырдан тартып 12-ші 14-ші ғасырға дейін бүкіл дүниеге арабтар, жаңағыдай арабтан ислам дінінің өркен жаюына дейін аралықта түрік әлемінің астына бүкіл дүние иіле бастады. Көрдіңіз бе? Соны қабағына қарап сөйлейтін болды. Кейін араб мәдениеті келді, түрік даласы екіге бөлінді, жартысы мұсылман түрік болды, исламдасқан, жартысы жаңағыдай бұрынғы көне салт дәстүрмен қалды. Олар жаңағыдай не айтқалы отырсың деген кезде, бұл жаһандану процестегі мәңгілік тақырып. Бұрында жүрген, қазір де жүріп жатыр. Кейін Еуропа өркениеті деді, өркениеттен міне біз ағылшын әлеміне ақырын келе жатырмыз. Америка ашылды деген сияқты. Америка бүкіл дүниенің қожасы болуға талпынып жатыр дегендей. Осындай жаһандану бір қазанда қайнау процесс, ол мәңгілік дүние. Ал енді осыны өткен ғасырдың басында біз еуропалық білімде дамып, және социалистік, коммунистік идеологиялар мына жағынан келген, өзімізде бұрыннан бері мұсылмандық жолымыз бар, ата баба дәстүр бар, осындай бір бүкіл қазақ халқының санасында көптеген қайшылықтар тұрған кезеңде ұлттың шырақшысы болып, ұлтты көш бастап алып шыққан тағы кімдер болды? Ахмет Жарықтықтар, Алаштың арыстары. Бүгін айтып жүрміз ғой, 100 мыңдай Алаштың арысы болады. Сол 100 мыңдаған көшбасшымыз сол кезде Ахмет жасаған ғажайып жазу арқылы оқулықтар тез арада жазып, тез арада мынау кеңес үкіметіне дейін, патша үкіметінің кезінде де, мынау Ресей патшасының кезінде де, кейінгі орнаған кеңес үкіметінің де тұсында да осы ағарту, білім, ғылымсыз ештеңе жоқ екендігін дәлелдеді. Дәлелдеген кезде несіменен? Жаңа ұлттық жазумен. Қазақтың қойдан қоңыр, жылқыдан торы мінезін бейнелейтін ең керемет тілінің құнарын енді әдеби тілге, яғни кітаби тілге алып келді. Бұл бұған дейін қазақта кітаби тіл жоқ деген емес. Одан бұрын айта берсек ары қарай сөз кетіп қалады. Қыпшақ тіліне жаңағыдай ата бабамыз Махмұд Қашқаридың сөздігін айтатын болсақ, жаңағы сөзге алдындағы ең бірінші сұрағыңызға ол бір тойтарыс. Қараңызшы, мысалы түрік тілдер сөздігі, Кодекс Куманикс, Қыпшақ тілдер сөздігі деген сол кездегі қазір сіз айтып отырған Оксфордтың жаңағы дикшнарий бар ғой, сол дикшнарийдің қызметін атқарған. Бүкіл орталық Азиядан тартып Еуропамен арада қарым-қатынаста ең алдымен қыпшақ тілін үйреніп барып, сауда-саттық, қарым-қатынас, дипломатиялық байланыс сомен жүрген. Демек, қазақтың тілі, түріктің тілі, қыпшақтың тілі әлемдік тіл болған ба? Бір кезде болған. Енді кейін заман ауысты, бақ ауысады, дұрыс жуғысады дейді. Бақ ауызы бізден бақ кетті, еуропалық өркениет өсті, орыстардың жаңағыдай мәртебесі жоғарылады, орыстардың жаңағыдай қайтты, бағы жанды, біз шегініс жасадық түрік дүниесі. Сол кезде біздің жоғалтқан дүниелеріміз көп. Демек, дүние бүйтіп тұра бермейді. Сондықтан ең бірінші тіл дегенді қорғау керек. Ахметтің сөзімен аяқтады. Бұл сұрағыңызды сөз жоғалған ұлттың өзі де жоғалады дейді. Сөзі жоғалды деген сөз, бүкіл болмысың жоғалды деген сөз. Қалған сен одан кейін сен ұлттық киім киіп, жаңағыдай әшекей тағып жүрмей қой. Бір қазақша қайырмасаң, өйткені болмысың бірақ жоғалып кетеді. Ой, жүйең, бүкіл жаңағыдай сөз сөйлеу мәнеріңе дейін, ойлау жүйеңе дейін бірақ өзгеріп кетеді деген сөз. Енді осы тілдік реформа дегенде әрине бастысы жазу болады. Бірақ осының тағы да мынау тіл мәселесіне, тілдің үш саласына байланысты өзіндік концепциялар болу керек қой енді. Енді осы тұрғыда бүгінде жапсарлас бір ой айта кетейін. Бүгінде мынау атауларды не үшін біз аударуымыз керек екен? Халықаралық атаулы терминді айта берсек болмай ма? Ода тұрған не бар деген пікірлерді жиі естиміз. Тіпті өте көп айтылады десек артық емес шығар. Ал осы тұрғыдан жаңағы ақаңның, Елдес Омар ұлы атамыздың бұл кісілердің көзқарасы қандай болды? Дәл жаһандасудың мәңгілік тақырыбы сияқты, бұрын бұны мақалада да жазып жүрміз, сұхбаттарда да айтып жүрміз, терминология мәселесі, яғни термин жасау мәселесі де мәңгілік тақырып. Мысалы, ойлаңызшы, 2000 жылдың алдында, сақтардың дәуірінде, мына таудың ар жағындағы отырған бір-бірімен көрші екі тайпа бір-бірінен қыз алып қыз беріскеннен кейін, Құдандал ауылдан да бір-біріне термин кіреді. Көрдіңіз бе? Біздің ауылда келгел саптасы, кейбір ауылда тағы бір айтауы мүмкін, жаңағыдай бір-бірімен төсекте мал басы, төскейде малы қосылған жаңағыдай жоңғар менен қазақтың деген сияқты бұрынғы рулар тайпалардың арасындағы бұл мәңгілік тақырып. Бірақ бұл термин мәселесі күн тәртібіне көтерілгеніне өткен ғасырда көп болады. Өйткені ғылым білім дамыды,
құрлық пен құрлықтың арасындағы мәдениет, материктердің арасындағы мәдениет алмасуы тіпті жиілеп кетті. Одан бұрын ру тайпалар шағын мемлекеттер арасында болса, кейін олай. Енді бұл термин мәселесіне айналыспаған ғалым жоқ. Тіптен біздің мынау орта ғасырлық кезеңдегі түріктің классиктері, мұсылман түріктің классиктерін айтайықшы, солардың көбі араб тілінде жаза бастады. Ол кезде мойындасақ та мойындамасақ та араб тілі кәдімгідей әлем тіліне айналды. Исламның қақтығын жеткізу үшін жасалған үлкен жаңағыдай жорықтар болды ғой, сапарлар болды. Исламды әлемге жаю мақсатында бұл араб тілі кәдімгідей, араб жазуы халықаралық жазуға айланды сол кездерде. Дәл сол кездің өзінде де біздің ислам әлемінде 14-15 ғасырларда жаңағыдай Наваиның кезіндері де мына орталық Азияда енді тұтас түрік болғаннан кейін бірге айта береміз біз. Сол кісілердің жазбаларында да бар. Әуелі мына патша ортасында, хандардың ортасында шығармаларын түрікше жазғандарға, өзіміздің түрік тілінде, араб әрпіменен, бірақ түрік тілінде жазғандарға жаңағыдай ат шапан кидіріп дегендей сыйлық беріп отырған. Бұл деген не деген сөз? Бұл деген жаңағыдай бүкіл терминнің, бүкіл атауың араб пен парсыға кетіп бара жатқан кездегі түріктің зиялыларының, ислам болдық, мұсылман болдық дегеннің жөні осы екен деп, өзіміздің тілімізді құрып бара жатқандығын ойлап, солардың шырпыр болған. Енді қараңыз. Алаш тұсында осы шырпыр. Алаш тұсына келген кезде бұл енді күн тәртібіне ең жоғары деңгейде көтерілді. Алашқа дейін де жаңағы орталық ғасырдан неге дейінгі де осы нәрсе болған. Мысалы қараңыз, араб тілін білгеннің жөні екен деп қазақтың хан сұлтандары арабша жазған жоқ қатты. Халықаралық хаттар хан сұлтандардың, мысалы Абылай ханның тұсында, Абылай ханнан бұрынғы Қасым хан, Салқам Жәңгір хандардың тұсында хаттар ақырын андыздап болса табылып жатыр ғой мысалы. Тіпті Абылай ханнан кейінгі Әбілпейіз ханның, оның ұрпақтары Жош хан, жаңағыдай Қанқожа, Жанқожа деген кісілердің хаттары, хандардың хаттары міне Қытай Халық Республикасының архивтерінен, кейін мына Жапонияға көшіп кеткен архивтерден табылып жатыр мысалы. Солардың барлығы сөзіміздің түркілік принцибін, қыпшақтық диалектін, яғни өзіміздің сөйлеу заңдылығымызды сақтай отырып, жаңағыдай араб әрпіменен солардан келген терминдерді лайықты деңгейде пайдаланып отыр жазды. Бірақ бұл кезде терминология мәселесі шешілген жоқ. Бұл шешілмеген күйі кімге келді? Осы жүріп отырып, Алашқа дейін де Шоқанның тұсына келді, Ыбырайдың тұсына келді, Ыбырай Алтынсаринның, Абайдың тұсына келді. Абайдың өлеңдерін түпнұсқадан оқимыз біз, мысалы, түпнұсқадан жаңағыдай анау Мүрсейіт Бекейұлы жазған. Бірлән, ғибратлы, көзі гауһар, yüzі раушан дейді мысалы. Ал енді содан бұрынғы жаңа хан сұлтандардың хатында күннің көзін, ердің yüзін билеп тұрған Боғдай Ежен хан деген жазулар бар мысалы. Онда біздің қазақтың тіл сөйлеу заңдылығы оған кіріп тұрған жоқ, бірақ барынша тырысқан. Абайдың тұсына келген кезде де сол Шағатай тілінен келген, Шағатай жазуынан келген жаңағы қадым жазу деп айтып жүрміз қазір, сол стиль сақталды. Алаш тұсына келген кезде бізге тіптен қиын болды. Ал енді қиын болатын себебі не? Еуропалық білім деген нәрсені жадишілдік дейміз ғой, мысалы, Еуропа мен мұсылманшылдық сақтап қаламыз ба? Көне жаңағыдай ескі жазу. Бір қарасаң арабтың жазуы қазақтың тілін толық беріп тұрған жоқ. Осы кезге келген кезде алаш арыстарының алдында, Ахметтердің алдында, Әлихандардың алдында өте көптеген тез арада шешуге тиісті проблемалар тұрды. Соның бірі терминология мәселесі. Өйткені Ахмет Байтұрсынұлы 40 жасында 1912 жылы жазуымызды жасады. Енді емле қалай болады? Емлені қалай жазамыз? Мысалы қараңыз, Абайдың тұсында, Абайға дейін хандардың тұсында фақир деп жазды. Фақир, фекир, фил. Құрандағы фил сүресі бар ғой мысалы. Фақир, фекир, фил. Пақыр, пікір, піл дейді бұны. Пақырды пақыр дейді қазақ, пікір дейді. Бірақ хатқа жазған кезде біз фақиріңіз деп жазды мысалы. Оны бұлай аттың үстінде жүрген қазақ оқи алмайды, тіпті түсінбейді ана сөзді. Ал қазақ айтады, пақыр дейді ғой бізде жаңағыдай. Тіпті мұсылман деген сөздің өзін пұсырман деген ғой қазақтар. Дін пұсырман болмаса, тіл пұсырман не керек деген кімде бар? Жырау, Бұқар жырауда бар. Халықтың тілі, ауыз екі тілі өзінің табиғи заңдылығымен дамыды. Ал жазба ол тілді бейнелеуге дәрмені жетті. Дәл осыған келген кезде Ахмет Байтұрсынұлы бастаған алаштың арыстары, Ахмет бар, Елдес Омарұлы бар, жоғарыда айтып отырған өте жанынан табылған бір кереметтей ғалымдар болды. Сол кісілер ақылдасып отырып ең бірінші тілдің емлесін жасады. Ахметтің 12-ші жылғы әліпбиінен 24-ші жылға дейінгі әліпби кемелденіп отырды мысалы. Мен неге әліпбиді айтып отырмын мысалы? Қазір тура сіз айтқан сұраққа жауап беріледі үш жерден.
себебі алдымен әліпби дұрыс болу керек. Әліпби дұрыс болу керек. Сіз байқадыңыз ба? Жаңа мен Жапон менен Кореystің, Қытайдың тәжірибесі жазуы дедім ғой. Ахметтердің мықтылығы сол. Ахмет 1913 жылғы Қаяти шахс деген мақаласын оқысаңыздар таңғаласыздар мысалы. Сонда Ахмет айтады, Жапонның да, Қытайдың да, Италияның да, француздардың да, ағылшынның да жазуын зерттеп болғанын айтады. Зерттейді де тіпті кейбір жерін сындаған, жаңағыдай халыққа мынау адамдарға таралып кеткен бар ғой, ит деп жазып шошқа деп оқиды осылар деп. Шынымен де ағылшындар солай ғой. Education деп оқиды, education деп жазады мысалы. Соның бәрін зерделей келе айтады. Біз түріктен қалған таза тілге ие болып отырған қара шаңырақтық елміз, қазақпыз. Біздікін зерттеп көрсем, қалай айтылады, солай жазуымыз керек екен дейді Ахмет. Қалай естіледі, қалай айтылады, солай жазу керек. Бұл Италияның тәжірибесі бар екен. Осы Италия деп айтпайды. Италы елінің тәжірибесі бізге келеді деп айтады. Сөйтеді дағы, осыдан бастап Ахмет Байтұрсынұлы әліпбиін онан ары жетілдіреді, емлесін жетілдіреді. 24-ші жылға келген кезде су төгілмес жорғадай деп қазақ айтады ғой. Кемелденген әліпби қалыптасады 24-ші жылға. 24-ші жыл кеңес үкіметі әлдеқашан орындаған кез. Не айтқалы отырмыз? Терминнің проблемасы осы кезден бастап шешіле бастайды. Шешілгенде не? Өйткені сен ең бірінші жаңағыдай анау сіздің сұрағыңыз келіп отырған сұрақты біліп тұрмын, мен термин жасам ғой, жасамға дейін алдыменен кіргелі тұрған қалың сөз бар болуы мүмкін ғой мысалы. Біз білмейміз ғой, ертең қандай планшет тапсырылады шығатынын. Ахмет осыған алдымен әліпбиді дайындаған. Әліпбиден кейін емле дайындалған. Әліпби 24 harfтен тұрды. Өйткені қазақтың төл дыбысы 24 деді. 24 әліпби болды. Енді осыған емле жасайды. Мысалы, фахир ма, фекир ма? Жоқ, ф-ны алып тастау керек. Ф деген қазақтың ата бабасында жоқ дейді. Алып тастайды да, пақыр деп жазады. Өйткені пақыр болып естіледі, піл деп жазады да. Осы деді, мысалы, фахир да, філ деп, фекир де термин деуге болады ғой. Сырттан келген бөтен сөз ғой басында. Кейін ол қазақтың шапанын киіп, Әлихан Бөкейханшы айтқанда, қазақтың тымағын киіп, шапанын киіп, шекпенін жамылып, қазақтың сөз болып шығып кетті. Кітап мысалы. Кітапты китабы деп жазды. Китабы өйткені арабша солай. Китабы. Енді Мұхаммед деген сөздің өзін, пайғамбарымыз Мұхаммедтің өзін Мұхаммед деген 3 harfтен жазады. Жоғары төмен харакат сүкіндерді қойып оқисыз. Бұл ал қазақ тіліне келген кезде бұның харакат сүкіндерін алып тастады да, ана жерде дауысты дұрыс бар екенін өзің тауып оқисың. Сондай күрделі. Осы күрделіні Ахмет Байтұрсынұлы жоғалтады. Мұхаммед деген өзіне шарт еді. Мұхаммед. Жарайды, онда осылай жазайық деп. Ахмет марқұм ең бірінші осы ненің проблемасын шешті. Жазуымызды шешті, емлемізді шешті. Енді кіргелі тұрған әрбің, ана 24 кіргелі тұрған сөзің, ана 24-ке сөзі сияды. Мысалы, жаңағыдай термин жасамға кірмес бұрын енді шеттен сол күй кіргізуге тиісті терминдер бар мысалы. Бізде конференция деген сөзге қазақ тілінен ол кезде балама табылмады конференция деген. Оны конференция деп жазды. Ф жоқ. Конференция немесе конференция деп жазды. Сие деп жазды Ахметтер. Сосын тіпті Владимир Ильич, яғни Ленин бар ғой. Ленинді Владимир баласы деп жазды. Владимир. В жоқ қой бізде. Владимир баласы деп жазды. Ахметтің тілі келмей отырған жоқ. Ахмет онсыз да бәлен тілді көрген, және Ленинмен тікелей қаталысқан, тіпті мынау орыстың батыстан келіп, Европадан келіп, орыс тілін аударылып келген классиктер толықтай оқып болған кісі ғой. Және емін-еркін тілде салады. Аздан кейін жұбайының орыс болғанын айтыңыз. Кез келген орыстың зиялысымен өте үлкен дәрежеде жоғары тақырыптарда сөйлесе алатын ғалым болды Ахмет. Сөйте тұра тілді Владимирге тіл келіп тұрған, вокзалға тіл келіп тұрған Ахмет қайтеді? Владимир баласы деп жазғызады. Және оған ешбір демей қойып, 1,5 жыл қарсылық болды, енді ғылым болғаннан кейін солай болады. Жаңа жазылып жатқан жазу, жаңа түзіліп жатқан баспасөз, жаңа таралып жатқан оқулық қарсылықтар болды, бірақ үлкен жақтан бірізді болып 24 жылға келгенде қарсылық болған жоқ. Сонда Ахметтің ұлылығы, Ахметті қолдағандардың ұлылығы, ірілігі, тектілігі, тазалығы сол қазақтың тілін сақтап қалатын 24 дыбысқа, 24 әріпке келген кезде ешқайсысы қарсы болған жоқ. Ешқайсысы қарсы болған жоқ. Соныменен термин мәселесі, бұндай жазуға келгенде термин мәселесі өздігінен шешіліп тұрады. Енді қараңыз, термин мәселесі қалай өздігінен шешіледі? Мысалы, бұл кісілер 1922 жылға келгенде терминдерді қазақшалау комиссиясы деген комиссия құрған. Сол комиссияның төрағасы Ахмет болды да, орынбасары Елдес Омарұлы болған. Атқарушы хатшысы деген сияқты.
Осы екі кісі қазақ терминологиясында ұшар басында тұруға тиісті адамдар. Бұл кісілердің жасаған терминдерінің өзі қызық. Және бұл кісілер ең бірінші емле арқылы сақтықты күшейтті ғой, иә, тілде келетін. Тіпті дыбыс кіргізбеуге тырысты ғой бұл кісілер. Сырттан дыбыс, әріп кіргізуге тырысты. Әріп кіргізбеуге тырысты. Бір әріп кірсе, қойға кірген қотыр ешкі секілді сенің тіліңді бүлдіреді деп тұрып айтты жарықтықтар. Өстіп алдымен кемеліне келтірген жазу болды. Одан кейін барып термин жасаудың біраз ережелерін жасаған болады. Айтайық деп отырғанымыз, бұл жерде Ахметтердің ұлылығын біз пайдаланып отырған жоқпыз қазір. Игілігін көріп отырған жоқпыз, оны Түркия көріп отыр қазір. Қытай соны көріп отыр. Мысалы, ол Ахметтен көшіріп алды демей қояйын. Қытай енді онсыз да ғылымы, әсіресе осы терминдік сөз жасам ғылымы ерекше дамыған, олардікі оның ішінде бейнелі жазу олар. Позициясы қалыптасқан. Бейнелі жазу олардікі. Семья десе, семья отбасы дегенде, үй дегендегі жа дейді, мысалы. Осыған қоса береді ары қарай. Жа дегенде. Ана жа, мына жа, қалың қоса береді, өздерінің сөз жасамдар бар. Мысалы, диан деген электр деген сөз ол жақта, тоқ. Соған диан дейді, компьютерді, дианшы дейді, телевизорды, теледидарды, дианхуа дейді, телефонды. Олар ешбір сөзді телефон деп алған жоқ, ағылшыннан. Телефон деп жазуға, ана Қытайдың 60 000 әріпі жетпей тұр ғой дейсің ба? Жетеді. Телефонды деп жазуға болады да, жазбады. Қараңызшы, бұл жерде бұлардың несі принципі тағы да Ахметтер ұқсап кетеді. Сондықтан осы бір Қытайда айтып отырмын да, принциптер ұқсап кетеді. Осы принциптер туралы тарқатып кішкене айтып жіберсеңіз, атап. Қараңыз, Ахметтер жазады, Владимир баласы дейді. Мынау Григорий Потанинға арнаған жазында Грекеңе дейді, мысалы. Грекең деп ары қарай кәдімгі орыстардың өзіне неғып жүрген да. Қазақ сияқты елестетіп отыр дейсіз. Жаңағыдай бұрынғы Николайдардың өзі, мысалы. Николай ұлы, Николаевичтарды Николай ұлы деп жазған. Попов деген кісі бар, мысалы. Попов деген ғой, Попов қой осы. Соны Попов деп жазған, мысалы. Не айтқалы отырсың дегенде, бұл кісілердің несі ана емле аландай болды ғой, иә. Оған адамның аты, шеттен кіргелі тұрған адамның аты, шет мемлекеттердің жер су атаулары, енді кіргелі тұрған терминдердің бәрі сол заңдылықтан асып кете алмайды. Әріптің аз болуы және әріптің жазудың өзгеше болуы үлкен қалқан. Екінші бір халық біріншіден тез үйрене алмайды, екіншіден екінші халықтың тілінен келгелі отырған дыбыс та, сөз де оған сіңіп кете алмайды, бейімделмейді. Енді мысалы Ахметтер бүйтіп жазды. Полшаны пөлші деп жазды. Полшаны пөлші деді, Литваны Литва деді, Еуропаны Еуропа немесе Жауропа деді, Ауропа деп талған жерлері бар. Мысалы басқа мемлекеттерді айтатын болсақ, Литован деген бар ғой, соны Литау деді. Одан кейін мына қаратаулықтар, балқандықтар деп бір түрлі қазақшасында бұрынғы көн атауларын не қылды. Осы арқылы не айтқалы отырмыз біз? Дәл осы принцип, дәл осы қалып Қытайларда да бар, жапондарда да бар, кәрістерде де бар. Мысалы Қытайлар Франция демейді. Ахметтер айтады, Франсы дейді. Сядың өзі бізде жоқ нәрсе ғой. Франсы елі дейді. Германдарды не алмандар елі деген, не неміс деген, герман деп, кермен деген бірнеше атаумен атаған. Осы секілді бұл кісілер кәдімгідей қазақи сөз жүйесіне, сөйлеу заңдылығына және өзі жасап қойған емлеге бүкіл жер су атауларын сіңірді. Енді Қытайлар соны дго деді. Германия деген мен дго дегенде қандай дыбыстық байланыс бар? Тіптен олар кісінің атауларын, адамның аты жөнінің өзін өздерінің иероглифінен жаңағыдай емлелік заңдарына келтіреді. Емле ережелеріне келтіреді. Ахметтер де соған бұрып сіңірген. Оған бола қазақтың бет аузы қисайып қалған жоқ. 1,5 миллиард Қытайдың да қазір ешқандай несі қисайып қалған жоқ. Ал енді түріктерге келейік та. Түркия түріктері осы принципті 14 жылдан кейін қолға алған. Ахметтерден кейін 14 жылдан кейін 1936 жыл оларда жаңағыдай терминдерді түркшелестіру комиссиясы сол кезде құрылып, кәдімгідей Ахметтердің үлгісін алған. Осы жаңағы ахаңдардың үлгісін алды деп отырсыз ғой. Дәл осы үлгі туралы бір атап тоқталып кетіңіз. Термин жасауда қандай ұстанымдар болды осы комиссияның жай? Енді төрағасы ахаң, орынбасары Елдес. Ең керемет ұстаным Ахмет Байтұрсынұлы өзі жазған, Елдес Омарұлы оған қол қойған терминді қазақшаландыру комиссиясының бекіткен бір несі бар, қаулысы бар. Сол қаулыда айтады. Шеттен сөз кірмеуі мүмкін емес атауларда дейді. Бүгін мынау ғылым енді біртұтас жайылып келе жатыр ғой. Бірақ оны сөз қабылдауда 3 түрлі принципке негізделеміз дейді.
Біріншісі, мүмкіндігінше осы келгелі тұрған, кіргелі тұрған атауға қазақ сөзінен балама іздеу дейді. Қазақ сөзінен, құнарлы сөзінен балама іздеу. Көрдіңіз ғой, иә? Екіншісі, туыстас түріктер қалай алып жатыр екен? Соны алу дейді, оны тікелей алу дейді ғой. Мысалы, татарлар соған бір балама тапқан болса, соны алу керек. Өзбектер алған болса, алу керек. Ал біз алсақ, оны татар алу керек бізден дейді да. Тағы да ойлап отырғаны түріктің, алталаштың қамы. Үшіншісі дейді, Европа сөзін амал жоқ алу керек дейді. Бірақ оны қазақ тілінің заңдылығына, дыбыстау ережесіне сыйдыруымыз керек, сыйдырып алуымыз керек деп, жаңағыдай конференция, физике, химия деп алған себебі сол еді. Оптике. Иә, оптике деп жаңағыдай, иә. Оптиканы. Әптек деп алған, әптеканы мысалы, амен аяқтамайды деген ол кісілер айтқан. Қазақта амен үйтіп аяқтайтын атаулар болмайды деп ол кісілердің біраз ережелері бар. Сонымен осы үш принципті алған ғой, осы үш принцип. Ал енді осы үш принцип аясында ары қарай жасап кеткен қалыптары бар. Оны реті келсек, сөзіміздің басқа кезегінде айтамыз. Енді бүгін қазақ тілінің қалқалануы, былғануы. Біз енді бұл алаштың тілдік мұрасында осы бүгінгі біздің тілдік мәселелерімізді шешу үшін қаузап отырмыз ғой. Осы жайлен көрермендердің қыжылда бар болу керек. Бұған алаңдаушылығы бар жазбаларды біз жиірек оқып жүрміз. Соңғы кездерде көбірек тіпті жазылып жүр. Осының ішінде қылқысқасы көпке таныс мына мәселені айтайықшы. Белгілі іс орындарына кіре берсеңіз, мынандай сөз тұрады. Өзіңе, өзіңнен дейді. Қазақтың тарт, жап, етер немесе. Соны айтқандағы түрі ғой енді, қалқа. Сосын көшеге көзің түссе, аяқ киім ремонттау, аяқ киім жөндеу, киім жөндеу деген. Қазақтың өзінің тігінші десе түсінікті емес. Мысалы, жаңағы етікші дейді. Етікші десе ол етіктің бүкіл қалай тігілетіні, жамауы да соның ішінде барлық кетеді. Осыны түсінбегеннен болып тұр ғой. Енді осы формада адамға тіпті бір жұтаңдық елестетеді атаулар. Естілгеннен ақ. Осындай мәселелерді қалқан болатын жаңағы қалып деп ойлаймын сөз жасамдағы. Қалып енді бұл тілдік сөз жасам, термин жасамдағы өте үлкен тілдік құбылыс қой. Осы қалып дегенде маған бір нәрсе елестейді. Біз жиі айтамыз, алаштың идеясы абайдан басталады. Менше осы сөз жасамның да бір абайды жаңағы айтып отырмыз. Ол жерде де шағатай тілінің, көне татар тілінің, немесе парсы тілінің ықпалдары болды ғой. Ал осы ықпал бола тұра, ол кісі де өзі біраз сөз жасамға барады. Мен сізге бірнеше мысалдарды айтайын. Бұл жерде абай айтады, қара қылды қақ жару деген қазақтың сөзі бар. Осыдан алып өзіңіз білесіз, ақылды қара қылды 40-қа бөлмек дейді. Абайдың өзіне тән синтагмалық алып тіркестер. Ал енді тағы айтады, ойы тұрғы дейді. Өзіңіз түсініп отырсыз, қазақ бұны екі мәселеде айтатын. Бірі тұрғылас дейді. Яғни замандас дегені, сосын жасына байланысты айтады. Жасы тұрғы дегендерді. Сосын мынау тауға байланысты айтады. Және тұрғысы биік деген сияқты. Осыны, яғни деңгей деген сөздің бір мынау қазіргі тілмен бейнелеп айтсақ образдарды вертикалды көрсеткіші ғой. Дәл осыны Абай атамыз интеллектуалдық, яғни дегдар атау деп айтсақ та болады. Дегдар атауға айналдырады. Ойы тұрғы деген. Сосын кейін академиялық жинақтың екінші томында, бірінші томында кездесетін бір нелері бар. Екінші томында иттеніп жүріп өлу дейді. Яғни итшілеп деген сияқты сөздер бар бізде. Иттей боп өлуді иттеніп деп айтады. Енді өзінің тағы бір дүзу келмес ырықтап деген бір тіркесі бар, анау қайғы шығар ілімнен деген өлең. Яғни ырыққа көнбеуді ырықтап, ырыққа көнуді ырықтап деп айтады. Бұл жұрнақтан алып тұр қалыпты. Әне жерде тіркестен алып тұр, сөзден алып тұр, ішкі байланыстан. Міне осындай қалыптарды мен Елдес Омарұлының туралы ізденіп отырған кезде байқадым. Ол кісілерде осы қалыпты пайдаланған сияқты. Ал осы қалыптар туралы не айтасыз? Және біздің мүлдем қалқаға қарай бет алып бара жатқан мәселеміз осы қалып қаншалықты шешеді? Және осы қалыптың маңызы қандай? Осы жайлы бір айтып кетіңізші. Қалып деген қазақтың сөзі, қалыптан
ауытқымасаң жаңағыдай тілің қорғалып қалады ғой. Әрқандай нәрсе сол қалыптан, аяқ киімнің өзі сол, өз қалыбымен етігін кимесең, одан кең болса аяғынан түсіп қалады, тар болса аяғыңды қажайды деген сияқты. Біздің тілге де осы қалып керек болған. Қалып жалпы өзі бір былай қараған кезде қалып шын мәнінде тілдің өзінде бар дүние. Мәселе осыны біз арада бірер ғасыр өтіп кеткендіктен осыны біз қайтадан ғылымға әкеле алмай отырмыз. Қалып деген не? Қалып деген сөз жасам ғой, былайша айтқанда. Қазіргі тілмен айтқанда сөз жасам. Сөз жасамды зерттеген Қазақстанда ғалымдар көп. Ал сөз жасамның қалыбы термин жасамға бірден келе салады. Яғни сөз жасайтын қазақтың өзінің жұрнақтар, жалғаулардың заңдылығы бар. Сөз ол былай мысалы. Сөзде екі нәрсе болады қосымша. Сөз қосымшалар екеу болады. Жұрнақ және жалғау. Жалғау маған өзгертпейді. Ол көптік жалғау, септік жалғау, тәуелдік жалғау, жіктік жалғау тағы да Ақаң марқұмның шығарғандары ғой. Атаулары, иә. Ал жұрнақ мағына өзгертеді көбінесе. Қой дейміз, оған шын болса қойшы болады, иә. Ат дейміз, атшы, ат бағатын адам, жылқы, жылқышы. Енді не айтқалы отырсың? Қалып сөз жасамдық дүние. Сөз жасамдық қасиеті қазақтың сөзінің қалыбы осы. Енді қараңыз, Ахметтің, Елдестің ең үлкен шеберлігі осы қалыпты ғылым тіліне, ғылыми жаңағыдай концепциясын жасай бастады. Толықтай жасап кетті. Тілдің проблемасын бірақ шешіп кетті дегеннен аулақпыз. Әрине, ол кісілердің біріншіден ғұмыры қысқа болды, екіншіден екі тізгін бір шылбыр қолымызда болған жоқ. Толарсақтан қан кеше жүріп, 5 рет түрмеге шығып отырып жүріп Ахметтер осыны жазды. Енді қараңыз, бұнда қалып не мысалы? Қалып сол сөз жасайтын жұрнақтарды Ахмет пен Елдес жақсы пайдаланған. Ал енді Ахмет Елдес қайдан алып отыр деген кезде екі түрлі тәжірибе болды менің білуімше. Біріншісі бабалар сөзінен. Арғы бабаларымыздың сөзі бар. Өзінен бұрынғы абай тіпті кімде араласқан осы дүниеге. Термин жасамға өзінің ұстазы, халықтың да ұстазы бүгінгі таңдағы Ыбырай Алтынсарин осыған айналысқан кішкене осы. Сөз жасам, термин жасам мәселесімен терминге белгілі деңгейде не қылған. Ал енді жүйелі түрде кіріскен адамдар Ахмет болып саналады. Енді қараңыз, өткен ғасырдың басында шыққан терминологиялық сөздіктер бар. Қалың сөздіктер шыққан терминологиялық, яғни орысша қазақша әскер атаулары деген сөздіктер болған. Атау мына атаулар дейді. Жаңадан арнаға түскен атауларды арнайы терминге жариялап отырды. Бірақ ол кезде тағы да Ахметтерді пайдаланды. Ахметтер ар жағынан алды дедік, иә. Абайда да өзіңіз мысал келтіріп отырсыз. Абайда ондай сөз жасамның өзінің жаңағыдай ол жасайын деп жасамаған, енді сұрапыл өте терең адам ғой. Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа дейді мысалы. Бұл жерде малға дос жердің атау мағынасын білдірген. Малға дос деген қазақтар бұл бір мал сақ, мал жан дейді да, кейін бұл дүниешіл, дүниеқор, дүниеқоңыз сол сөздерді әкеледі да Абай айтады. Малға дос деген термин шығарады. Жаңа бір термин. Малға дос. Абайда көп болды. Малға дос, иә. Бұл да бір сұмдық сөз жасам мысалы, ғажайып сөз жасамдық да. Ал енді осыны нағыз ғылыми деңгейге көтерген Ахмет пен Елдес және төңірегіндегі ғалымдар болды. Құдайберген Жұбановтар араласты бұған. Басқа да көптеген ғалымдар сөз жаңағыдай қазақтың термин жасамын, сөз жасамынан пайдалануды кіргізді мысалы. Енді қараңыз мысалы, көптеген адамдар білмейді. Зат есім, сын есім, сан есім, етістік есімдік. Үстеу шылау. Үстеу дейші, шылау. Қандай дүниелер. Одағай. Бұны Ахмет жазады, одағай дейді. Қаратпа сөз. Қыстырма сөз енді. Ал Ахмет тағы да жасады және бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Осыған қараңызшы мысалы. Үш мәселесі. Осы үш мәселесін 22-ші жылғы жаңа мектеп журналындағы мақаласында ұмытпасам, Елдес Омарұлы осыны кәдімгідей принципке тұрып айтады. Шыл, шілдер деген қазақтай жұрнаққа бай халық жоқ. Осы жұрнақты біз пайдаланайық. Социализм, изм деген мысалы орыстар қандай изм деген нені біз қалай пайдалансақ? Біз оны шылға айландырамыз. Социалшыл, халықшыл, демократшыл деген сияқты шылға айландырамыз дейді. Жаңағындай тіпті бұл кісілер сиян алып отыр ғой біз. Қалың сиян алса, ол сиясына келетін қазақта да жұрнақтар көп деп көрсетеді бұл кісілер. Үш Ахмет жаңағыдай баяндауыш, бастауыш, пысықтауышқа келтірсе, бұл кісі физикалық терминдерге апарады. Түйреуіш, тіктеуіш, оқ тиктеуіш деген сияқты қазақтың атауларына келеді, физикалық терминдерге кіргізіп жібереді мысалы. П дейді Ахмет. Үп дейміз ғой. Мысалы, жаңағыдай
ып деген сөздің өзі мына сөз тудырады ғой жалпы, сөзді өзгертеді. Сонда сорап деген сөз бар. Ол ненің сорабы дегендегі сорап емес. Сорап деген ана қазіргі нені былайша айтқанда мына артеризиан құдық дейміз ба, былай басып шығаратын құдық бар ғой, баспа құдық бар ғой. Соны кісілер сорап деп алған. Кім сорап дейді? Елдес Омарұлы. Енді ішпіріш бар ғой, өкіл соратын. Соны да сорап дейді. Кішкене сорап та оны үрме сорап, тартпа сорап деген сияқты сораптың түрлері бар. Енді не айтқалы отырсың осы туралы? Сораптың соратыны шындық дейді. Сора дегеннен шығып тұр ғой, сорудан шығып сорап деген. Бұл бір ғана мысал. Бұл жердегі әңгіме не? Бұл жерде ып, ыптан пайдаланады. Ып деген сөзден. Ып деген жаңағыдай қосымшадан пайдаланады. Үштерді пайдаланады, шіл деп. Енді біз осыны ғылыми түрде ары қарай жүйеледік. Менің жетекшім алаштанушы үлкен ғалым Орнай Жұбаева, филология ғылымдарының докторы Орнай Жұбай деген кісі бар. Ахмет туралы, алаш туралы айтып отырып, көзінен көл төгіліп отыратын менің ең жақсы ұстазым, алашқа сондай берілген үлкен тұлға, үлкен ғалым. Ол кісі мынау қазақтың үлкен академигі марқұм Рабиға Сыздықтың шәкірті, сол кісінің жетекшілігімен докторлығын қорғаған адам. Енді ол кісінің жетекшілігімен мен магистрлық диссертация қорғадым. Сондағы диссертациям жаңағы Елдес Омарұлының термин жасам ұстанымдары болды. Тікелей жетекшімнің несінен. Сонда енді айтайын, жаңағы Ахметтер, Елдестер, әсіресе Елдес Омарұлы өзінің ғажайып жасаған терминдерін оқулықтарында көрсеткен еңбектерінен көрініп тұрады. Елдес жасаған терминдер немесе Елдеспен замандастарын жасаған терминдері оқулығына толықтай сіңген. Бірақ оның принциптерін бірнеше мақалаларында атаған, жаңағыдай қалыбын атаған ғой, сіз екеуміздің айтып отырған қалыбын атап кеткен, бірақ бәрін көрсете алмаған, көрсетуге үлгермеген. Ал енді еңбектердің нәтижесі негізінде біз зерттеп отырып, сол қалыпты біз тауып шықтық десек болады. Яғни бұл Елдес бір 6-7 жұрнақтың сөз жасамдағы үлгісін көрсетсе, біз қазіргі сөз жасам бар, қазіргі дейін қазақтың сөз жасайтын жұрнақтардың нелер бар ғой, соған салып жаңағы Елдестің енді бар терминдерін, бұл кісінің өзі 6 кітабы шыққан. Сол 6 кітаптағы терминдерді сүзіп отырып, қайта жаңа қалыпқа салып көрдік. Сонда шамамен 65 түрлі қалыпқа салған екен. 65 түрлі жұрнақ қолданған да. Соны біз диссертация қылып жаздық. Енді бұл не дегенде, бұл Елдес Омарұлы десеңіз, Елдес Омарұлының Ахметпен зөңгі басқан, зөңгілес артынан ерген өте бір сенімді осындай ұлы ғалым болғандығы ешкім білмейді. Елдес Омарұлын біз сол жаңа Орнай апай барымыз Астанадағы Сұлтанған Жүсіп ағаларымыздың бастамасымен сол кісінің 3 кітабын шығардық Елдес Омарұлының. Сол кітапта жаңа айтып отырғанымыздың бәрі бар. Сонда үлкен терминологияның, термин жасамның үлкен қиыншылықтарын шешіп, үлкен негізгі арнаға түсіріп кеткен Елдес екені, Елдестің алдында Ахмет екені, және Ахметтің төңірегінде басқа да кісілер болған. Мысалы, сізге тағы да айта кетейін, аруақтар шат болсын, енді бұған ғалымдардың бәрі айналысты, және сөздіктер жасап отырды. Кемінде 6 сөздік бар, есімде қалуынша. Кеңес үкіметінің өзінде жасаған сөздіктер. Сөздік деген сөз тікелей термин деген сөз ғой. Және сол терминдерде жаңағының барлығы тұр, бізді қызықтыратын сөздер. Бұл түсіндірме сөз емес, терминдік сөздіктер болып тұр. Термин, аударма сөздер, аудармасы. Орыс тілінде былай, қазақ тілінде былай. Кәдімгідей. Қазіргі біздің тіл комитеті істеп жатқан жұмыстарға байланысты. Дәл сол секілді. Енді соны бүгінгі неге пайдаланбаймыз біз мысалы. Және оның өзін пайдаланбай, сол кездегі атауларды пайдаланбай, және атау термин жасаудың жолын неге пайдаланбаймыз деген нәрсе мені мазалайды. Біз мақаламызда, диссертациямызда да, мақаламызда да, ара-тұра баяндамамызда да өздеріңіз секілді жаңағыдай ұлтшыл азаматтардың сұхбаттарында да осы нәрсені айтып жүрміз. Бірақ енді ол да бір күні не қылатын шығар, кәдеге жарайтын шығар, ел жұрттың жаңағыдай ғалымдардың назар бері қарай ауатын шығар деп ойлаймыз. Енді сіздің жаңа сөзіңізге орай мысалы жаңағы қалқа сөздеріне келгенде бірден айта кетейік осы қалқадан құтылуға әбден болады мысалы. Осы қалыптар арқылы құтыласың. Мысалы біздің бір азамат айтқан, жедел аяқ киім тігу дегенге мен бір тез жүргізетін бір аяқ киім тігетін жер екен десем келсем олай емес деп. Мысалы анау есікке келсең өзіңнен кері дейді. От сибия өзіңе деген. Қазақ оны итер дейді ғой, итер тартып шығады да, ойлау алдымен ана орыстың ана сөзіне еріп барып ойлап, сосын барып ананы қайтып, мынау әр заманның өзіне тән сұрқылтай болады дейді.
әлеуметтік желі ғаламтор дамыды, оның ихуатынан, ихуат деген мүмкіндік қой, мысалы функциясынан біз жақсы пайдаланып отырмыз. Осы ихуатты да кіргізіп жіберуге болатын терме, мысалы мен өткендер мақаламда кіргізсем бір жігіттер мынау қазақтар қолданушы компьютердің ихуаты дейміз, мысалы объем компьютердің процессордың мүмкіндігін объем. Әлеуметтік желінің ихуаты деп өткенде мақаламда жазсам, мүмкіндігі бір кісілер қатты разы болды мысалы. Енді қараңыз, сол әлеуметтік желінің жақсы да жаман ихуатынан пайдаланып, қазіргі заманда бір атау кезсе соны Google-ға сала салатын болды. Көрдіңіз бе? Сала салатта және де от сибия дегеннен. Былтыр күлкіге қалды ғой мысалы. Мына үйдің шатырларының астынан өтіп бара жатқан кезде төбеден мұз түсуі мүмкін ғой. Соны абайлаңыз, сүмелек мұз деген ғой. Абайлаңыз, сүмелек мұз деген. Google соны сүмелек мұз деп аударып берген. Анау салақтап тұрған қауіпті мұз ғой, соны сүмелек деп отырған. Кейбір мекемелерге барсаңыз да ондай нәрселер көптеп кездеседі. Менде мына бір канал бар, тіл тазалығы деген телеграмда. Сол көргендерімді мен бір азаматтық үлес ретінде сол жерге дұрыстап салып жібере саламын. Мысалы көрген кісілер өздерінің пікірлерін, нелерін қалдырып отырады, эмоцияларды. Ал енді ол өз алдына бір мәселе. Қазіргі таңдағы мынау қалқаның енді бір негізі, жаңағы Алаштың несімен ойласақ, тағы бір тарихи тәжірибесі шығады ғой әдеке. Алашта ойлау формасы қазақша болды. Ал бізде өкінішке орай кейбір аудармашының және мына AI деп айтуға тура келеді ғой, қазіргі таңдағы жаңа мүмкіндік жасанды интеллекттің. Яғни жаңа переводчиктер деп айтып отырғанымыз аудармашылар, Google-дың болсын, Яндекстің болсын, немесе басқа аудармашылар болсын, барлығы сол AI-мен істеп жатыр ғой. Осы жүйеге көшіп те жатыр. Осы AI-ға сіз қалай кіргізесіз, немесе бүкіл әлеуметтік ғаламтордағы ресурстардың мүмкіндігі қаншалық, осыған байланысты ғана ол ойлай алады, және бізде басым көпшілігі орыс тілді ақпараттар, және оның үстіне қосымша қазақ тілінің біраз бөлігі қалқа ақпараттар. Осыған байланысты ол жердегі контенттің сапасы да, яғни аударманың сапасы да жаңағыдай төмен шығады. Ол енді заңды құбылыс. Ал біз мына қол-екі істеп отырған, ол AI енді онлайн форматта жаңағы виртуалды әлемдегі дүние ғой, ғаламтордағы. Ал қол-екі істеп отқан жұмыста ойлау формасының қазақша болуы бұл басты мәселе сияқты. Сізден сұрағым келетіні, бізде уақыттың өзі шектемесі кішкене неғып бара жатыр. Соңғы сұрақ ретінде қояйыншы сізге. Бүгінгі таңда мен жаңа тіл тазалығы деген телеграм каналды жүргізіп отырғанда байқағаным, қазақ тілінің етістіктердің нормаларының бұзылуы бізде өте ауыр. Тіпті ол аударманы айтпағанда, бүгінгі таңдағы бұқаралық ақпарат құралдары, мен атын атап түсін түстемей қояйын, қазіргі таңда үлкен ақпарат құралдары болып отқан кейбір ғаламтор бекеттері, сайттар дейміз. Сонымен бірге кейбір телеарналар да ел алдындағы елеулі. Сонымен бірге кейбір ақын жазушылар да. Осы нәрсе көптеп кездеседі. Мысалы мен тағы да атын жасырын қалдырайық, белгілі ақын азамат жаңбыр саулап деп жазады. Маған оқыңызшы аға осы мәселе, осы өлеңді деп. Енді менен оң пікір күтіп дәме етіп отыр ғой. Көп жазатын болды, мына руханиятта жүрсеңіз, сізден өзінің шығармасына, киносына, тағы басқасына жақсы пікір алғысы келетіндер. Осының қатарында дәмеленіп жазып отыр, бірақ мен айттым, қазақ тілінің нормасында қай заманда жаңбыр саулайды деген бар еді. Ал енді оқып отырсаңыз ары қарай кете береді, жылқыны секіртіп қойған деген сияқты тіркестерді көп деп табып, осы жерде мысалды мыңдап тізбектеп айтуға болатын шығар, шұқшиып отырған адамға. Ал әңгіме онда емес, әңгіме осы үрдісте ғой. Осы үрдістегі басты мәселенің біреуі етістіктің қолданыс нормасы. Осыған біз норманы сақтаймыз ба, әлде тілді дамыту үшін ол норма дегенге қарамай біз еркін жіберіп жібереміз бе? Яғни модернизм әдебиетінде кішкене еркіндік бар екені белгілі ғой. Және автордың өзі бір синтагмалық тіркес жасауға келгенде өзінің белгілі еркіндігі бар екені шындық. Оны біз қарсы тұра алмаймыз. Жаңағы Абайдың ойы тұрғы деп шығарып, немесе басқалай тұрғы емес басқа нәрсені айтуға болар еді. Абайдың өз еркін деді. Бірақ әңгіме сәтті жасалуында, жаңағы жаңбыр саулап пен ойы тұрғы дегеннің ортасында тіпті жер мен көктей бір халықтың ой-танымы өліп жатыр. Жаңағы шыбын өлген, өлмекті. Осы мәселеде алаштықтардың алаш тілдік реформасы деп аталатын кезеңнің тарихи тәжірибесі қандай? Тілдік норма
әсіресе етістіктің нормасын сақтады? Енді бұл шын мәнінде өзекті сұрақ, тіпті бүкіл сұхбатты осы бір сұраққа жинақтауға да болады. Және бұған таңды таңғажалап айтсаң да бұл бітпейтін шаруа. Себебі сіз қараңыз, бұл жерден не деген кезде мен бір мысал айтайын. Ахмет Байтұрсынұлының 20 шақты кітап шыққан адам ғой енді. 4 рет түрмеде тұрса да 5-ші рет атылып кетсе де осы кісі одан кейін 51 жыл бойы бұл кісі туралы айтқызып жазғызбаса да бұл кісінің артынан ұшан теңіз еңбек қалды. 100 мыңдап шыққан кітаптарынан бір талданганы қалды. Соны қазір ғалымдар әйтеуір қазіргі заманның мүмкіндігінен пайдаланып, соны ғылыми айналымға енгізіп, қайта шығарып, академиялық деңгейде шығарып, жинақтарын шығарып жатыр. Сол аралықта Ахметтен жоғалып кеткен бір ғажайып кітап болған. Мәдениет тарихы деп отыратын. Бұны қазір енді ғалымдар іздеп отыр, табылмайды. Енді ол өте ұлтшылдық бағытта жазылған екен. Кеңес үкіметінің идеологиясына қарсы деген желеулерменен алғашқы шыққан бірнеше нұсқасын кестіріп тастаған дейді былай. Ахмет Байтұрсынұлының музейіне кірсеңіз, сол кітаптың өзі емес, кесілген нұсқасын көресіз. Енді кейінгі біз бір мақала жаздық. Ахметтің тағы бір қолжазбасы бар. Осы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының сирек кітаптар қорында сақталған. Ол Ахметтің өз қолжазбасы екені жөнінде әзір түрлі зерттеулер болып жатыр. Мен сол өз қолжазбасы ретінде дәлелдеп жүрмін. Бірақ автор Ахмет екені толыққанды мойындалды. Ал енді сол еңбегі жаңағы біз жоғалтып алдық деп жүрген мәдениет тарихи еңбегінің алғашқы бөлімі болуы мүмкін. Яғни бүгінгі сөзбен айтқанда кіріспе бөлімі болуы мүмкін. Мен осыған не келе жатырмын, осы әңгімеге. Бұл өзі 107 беттен тұратын қолжазба. Сол қолжазбаның өзінде Ахмет адамзаттың ең алғаш пайда болғаннан тартып бүгінгі өркениет әлемге қалай жеткендігі туралы. Ол барыста өркениеттер тоғысында дәстүрлі шаруашылықты өзгертіп, екінші дәстүрлі шаруашылыққа қарай өзгерту барысында, яғни көшпеліліктен отырықшылыққа, отырықшылықтан ауылдан қалаға көшкен кезде адамзат қаншама асыл мәдениетінен, адамзат болғанда халық бір ұлт қанша мәдениетінен айырылатыны жөнінде дабыл қағады. Бір ғана 107 беттен тұратын, өзі қазір А4-пен терген кезде 28 бет болды. Сол 28-ақ беттен тұратын мақаласында 24 немістің және Европаның өзге ғалымдарының еңбектерінен үзінді келтіріп пайдаланған. Ахмет сонда мәдениет тарихы деген еңбегі табылса қандай ғажап болар еді? 28 бетінен анандай дүние алып отырмыз. Өте үлкен дайындықпен кіріскен көрініп тұр ғой. Мен бұны неге сіздің сұрағыңызға қарай алып келе жатырмын? Ахмет сонда 28 бет үшін 20 неше ғалымды оқыған деп тұрмын ғой. Және оның барлығы антропологиялық тұрғыдан бастап адамзаттың мына мәдениеттану саласындағы ғалымдардың сүбелі еңбектерінен қорытып отырып қайта қазақша жазып шыққан. Енді Ахмет бұл жерден жан айғайы бар, битеді. Кеңес үкіметі осы орнайды дейді, орнап келе жатыр. Енді ертеме кешпей осылай қалаласамыз, қалаға бейімделеміз, бейімделмеске амалымыз жоқ. Бірақ қалаға бейімделген жөн үсті біз бірақ жолда елдің бойын ел жайлап, шалғынына бие байлап деген сияқты мынау қазақтың төл дәстүрлі салтын шаруашылық тіршілік көзін өзгертіп жүруге болмайды деп. Оған Қазақстанның суы мынандай, жері мынандай, тау мынандай, шөл дала, ол егістікке жарамайды. Егістікке бірден көшуге болмайды әзір. Егістікке көшсе халық өз тарығып кетеді, тарығады, аштық болады дегеннің бәрін Ахмет 1915 жыл жазып тастаған. Көрдіңіз бе? Дабыл қағады. Бұл жердегі әңгіме не? Бұл жердегі әңгіме сенің өмір салтыңды өзгерткеннен кейін айтатын сөзің өзгереді. Ойлау формаң өзгереді, тіпті терминдерің өзгереді, атауларың. Мысалы, кешегі қыс-қыстау жаз желі 4 түлік мал, 4 маусымы түгел, Арқадан Атырауға дейінгі аралық, және анау Көкшетаудан Сырдың бойына дейін көшіп қонып жүрген біздің қазақтың 4 түлік малын алып алса, 4 түлік малынан оларды айырса, енді жылқы туралы бәлен мың сөз бар бізде. Қой туралы бәлен сөз бар. Және осылардан келіп шығатын біздегі еліктеуіш, бейнелеуіш сөздер. Қандай керемет, бүкіл ойлау форманы көретін түсіңе дейін өзгереді ғой енді. Образды өзгересің да, енді сен отырықшы елге өзгересің, отырықшы елге өзгерген кейін ұмытып қаласың. Ата дәстүрдің сөзін ұмытып қаласың. Айналайын ақжайық ат салмай өтір күн қайда, орындықтай қара сабадан қымыз ішер күн қайда. Кім айтады ғой, тоғай су, тоғай қолын мөкінбен, толғамал ала балта, қол қалып топ бастан мөкінбен, ту құйрығы бір тұтам тұлпар мінді мөкінбен. Ту құйрығы деген не ол?
бүгінгі бала біле ме қазіргі және ноутбукпен отырған бала біле ме қалалық фонтанбетте өскен жәнедей қаланың баласы онда тұғырықты білмейді. Иә, асфальттың баласы білмейді. Тұғырығы бір тұтам тұлпармен де өкінбен дейді. Неге өкінбей жатыр бұл кез? Толғамалы ала балта деген қандай балта бұл мысалы. Осының барлығын Ахметтердің зар қаққаны сол мысалы. Сонда біз қалалық өркениетке көшеміз, бірақ өте біртіндеп өтейік деген. Біртіндеп өтсек, мынау жаңағыдай табиғи түрде өтсек, онда көп нәрсеміз жоғалмай, немесе тіліміз болсын, мәдениетіміз болсын, ойлау жүйеміз болсын, адам секілді біртіндеп өзгеруіміз. Иә. Ал енді бізде қолда билік тұрған жоқ. 4 түлік малымызды қырып тастап, 4 түлік малымызды жаңағыдай не қылып, жаңағыдай бір жолда кеңес одағын орнату керек деп жұртшылық қылды, ашаршылық қылды, айтты, бүйтті, мінекей. Енді міне тәуелсіздік алғаннан кейін жаңағыдай 75 жылдың алдындағы біздің жаңағыдай мініп жүрген тұлпарымыздан түскенімізге бір ғасырға таяп кеткеннен кейін енді біз тұлпар туралы атаудан айырылдық деген сөз. Бұның бәрі жаңағыдай дүниеге келеді. Етістік сөз жасам деген нәрсенің барлығы өзіміздің ата баба тілімізде тұр, бірақ бүгінгі таңда тағы да жаңағыдай ел кезек интернетке сүйеніп аударудан, соған еліктеуден, тіпті технология дегенге иілгеннің жөн осы екен деп, технология өз жасап берген қасіретті тіл бұзған адам емес, техникаға айтып отырған тілге еліктеуден осы нәрселер шығып отыр мысалы. Етістігіңіз болсын, басқа да сөздер болсын мысалы келе жатырған кісілер деп айтады осы кезде. Келе жатырған кісілер, сосын ол мынаған жарасады ма, жараспайды ма дейді. Қайрат Нұртас деген әншінің әні бар мысалы. Бұл өмірде келер болсаң талас қайғыға, сен екеуміз бірге жүрсек жараспайды ма дейді мысалы. Бұл 10 жыл бұрынғы ән мынау. 10 жылдың алдында жараспайды ма деген жөнінде естіген кезде тіксінетіміз. Қазір үйреніп кеттік мысалы. Көрші қолаң осылай сөйлеп жүр бәрі. Келеді ме олар, келмейді ме дейді. Келе ме, келмей ме ғой енді сол. Сол нәрселер өзгерді, сөйлем нормаларымыз. Өзгерді, бірақ көбі жаңағыдай сіз айтқандай жасанды дүниеде. Енді бұл былай нәрсе. Мен ойласам, бұған өте бір ұлттық рух бастамашы болу керек болған. Өйткені біз бағанағыдай біз Ахметтер жасап кеткен қалып бар дейік, бабалардан қалған тілдің қоры бар дейік. Осылар арқылы жұмыс жасап аламыз деп отырмыз ғой. Бірақ рух жетіспесе, елдің билігінде, көшбасшысында, сабақ өтіп жүрген оқытушыларымызда, мектептің бағдарламаларында ұлттық рух басты орында тұрса, одан кейін барып жаңағы нәрсені алады. Мысалы, кеңес үкіметінің кезінде ұлттық рухы жоқ болды дейсің бе адамдардың? Күшті болды мысалы. Күшті болды. Бірақ қайтесің жаңағыдай әттеген айлар іштерінде кетті. Өйткені идеология тек қана ананы жырлау керек болды. Ұлы Отан соғысына алдыңғы шепке кеткен қазақтарды жырлап өлең жазатындар халық ақыны болды сол кезде. Ал ол кезде Ахметтер атылып кетті мысалы. Сондықтан қайтесің сен? Екі тізгін бір шылбыр өзіңде қолыңда болмады мысалы. Ал енді екі тізгін бір шылбыр өзімізде болды. Қазір енді оның басында ұлттық рух, ұлттық мүддесі тұру керек. Ұлттық мүддесі тұрғаннан кейін барып, одан кейін барып ғалымдар қозғалып жаңағы елдестігін Ахметтерге енді салады. Әйтпесе Ахметтікі том-том болып тұр, қазір кітапханаларға барсаң самсып тұр. Елдестің кітаптары Құдайға шүкір 5000 тиражбен таралды. Ахмет Мамытұлынікі, Құдайберген Жұбановтікі, классиктеріміздің бәрін, Қошке Кемеңгердікі, Шәкәрім Құдайбердінікі Құдайға самсып тұр, бірақ ол халық арасында жоқ. Ал халық арасына жету үшін кәдімгідей өмірімізге айналып кету керек қой. Өмір тұрмысымызға ана сөз сөйлеу әдістері, дағдылар айналып кету керек. Сонда ғана біз жаңағыдай аңсаған арман мұратымызға жетермегенбіз деп ойлаймыз. Әйтпесе оның шығар түйінін табу мүмкін емес. Жақсы, рахмет Әлеке әңгімелеріңіз үшін. Айта берсек бұл тақырып, бағана өзіңіз айтқандай мәңгілік тақырып. Бұл тілдің мәселесі, сөз жасамның мәселесі деген. Бұл ары айналып келгенде ойлау формасының, ойлау жүйесінің, танымның мәселесі ғой. Енді уақыттың шектемесімен осы жерден тәмам қылайық. Негізі айтпағымыз бұдан да көп еді. Мынау жұрнақтардың қосарлануынан туындайтын мәселелер. Сонымен бірге мынау үндестік заңының бүгінгі бұзылып кетуі, тіпті ақпарат құралдарында үлкен телеарнадағы жүргізушілердің кекештеніп сөйлеп тұруы. Осының бұл әңгіме бізге проблеманың беті ғана. Бұның ар жағында жатқан үрдістің бізге әкелетін зардабы және бұның емі. Алаштықта сол үшін қозғап отырмыз әрине. Ұстанымын дәріптеу. Яғни тілдік мәселеде бізге осы ұстаным керек қой. Өйткені алаштың заманы біз қанша аңсасақ та таба алмасымыз анық. Әңгіме біздегі тілдік мәселелерімізді шешуге байланысты жаңа Қазақстанның тағы да бір ұстанымына айналса екен деген біздің көркем
ойымыз, жақсы ниетіміз. Ардақты көрермен қауым, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Бұйыртса бүгінгі спикерімізді тағы да қомақты тақырыптар жайында келесі бір кезекте сөйлете жатармыз. Қазірше есен сау болыңыздар.